Аллахтың 99 есімінің бірі аш-шакур деп аталады. Қазақшаласақ, ол шүкір болады. Ал шүкір деп жиі айтсаңыз, бұл жаратушыны еске алғаныңыз боп саналады. Қасиетті Құранның 2-ші сүресі, яғни Бақара сүресінің 152-ші аятында, енді мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын, және маған шүкіршілік қылыңдар да қарсы болмаңдар делінсе, ал 14-ші сүренің 7-ші аятында сол уақытта Раббыларың, егер шүкір етсеңдер, арттыра беремін. Ал егер қарсы келсеңдер, азабым тым қатты деп жариялады деп жазылған. Сондай-ақ Құран ілімін зерттеушілер аш-шакур сөзін күніне 40 рет қайталап жүрген адамның ризық несібесі артатынын айтады. Сондай-ақ шүкір айту өміріңіздің көлеңкелі тұстарын емес, жарқын жақтарын көруге үйретіп, түңілуіңізге 9 себеп болса, көңілді болып жүруіңізге де 9 себептің бар екенін ұқтырады. Ендеше, дәл қазір шүкір деп айтуыңызға 10 себеп тауып жазыңыз. Мен барлық адамда шүкір деп айтуға себеп табылады дер едім. Және де қайғырамын десе де кез келген адамға түңілуге себеп табылады. Дұрысы, өмірдің қараңғы түсін тінти бермей, жақсы жағында көре білген жөн болар. Олай болса, ойыңызды өміріңіздегі жақсы нәрселерге бағыттаңыз.